Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге 40 қабаттан голубцы дайындаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушыны басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды бірінші болып көре аласыздар. Сонымен тағамымызды жасауға кірісейік. 300 грамм күрішті жақсылап жуып аламыз. Содан соң ыстық қайнақ судан құйып, күрішті жарты сағат шамасында жібітеміз. Осы уақыт аралығында 40 қабатты дайындаймыз. Жарты қазан ыстық қайнап тұрған суға жуып тазаланған және түбі видеода көрсетілгендей алынған 40 қабатты салып, әрбір жапырақтарын ыстық суда осылай жұмсартып аламыз. Қазанның астындағы от қатты болмау керек, орташа болса, соның өзі жеткілікті болады. Және де суыңыз қатты қайнап кетпесін, себебі 40 қабат езіліп кетуі мүмкін. Әрбір қабатты жұмсарған сайын осылай кезек-кезек алып отырасыздар. Және де 40 қабаттың жұмсарғанын осылай тексеруге болады. Ал енді голубцидың салмасын дайындайық. Күріштің суын жартылай төгіп тастаймыз. Оның үстіне 300 грамм фарш, 1 шай қасық тұз, жарты ас қасық қара бұрыш, және де өз қалауларыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Мен аздап зіре қолдандым. Жарты шай қасық шамасында құрғақ укроп, және де аздап петрушка, және 50 грамм шамасында ұсақталып туралған май саламыз. Майды өз қалауларыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Бірақ голубцы құрғақ болып қалмас үшін оның орнына 50 мл өсімдік майын қолдануға кеңес беремін. 2-3 дана ұсақталып туралған пияздың жартысын саламыз. Содан соң салманы жақсылап араластырамыз. Голубцидың салмасына шамамен 50-70 мл су құямыз. Содан соң тағы да аздап араластырамыз. Біздің салмамыз да дайын. Алдын ала дайындап қойған 40 қабаттарды алып, ортасындағы осындай қатты бөлігін кесіп тастаймыз. Егер 40 қабаттың жапырағы үлкен болса, оны 2 бөлікке бөлуге болады. Бір ас қасық көлемінде салманы алып 40 қабатқа саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп голубциді орап шығамыз. Қырық қабаттың жапырағы кішкентай болса, оны осындай әдіспен түйсеңіздер болады. 40 қабаттың ортасындағы қатты бөлігін әдеттегідей алып тастаймыз. Ортаңғы бөлігін бір-біріне осылай біріктіріп, салмасын салып, бірінші орағандағыдай орап шығамыз. 40 қабаттың ортасындағы қалып қойған кішкентай бөлігін басқа тағамдарға қолдансаңыздар болады. Мінекей, бүкіл голубциларды орап шықтық. Қазанға май құйып, қыздырып, жаңағы алып қойған пиязды қуырамыз. Пиязды аздап қуырып алған соң, үстіне сәбізді салып, қуыруды жалғастырамыз. Сәбіз шамамен 3-4 минуттай қуырылған соң, тәтті қызыл бұрышты салып, шамамен 1 минуттай қуырамыз. Қасықтың ұшында аздап тұз саламыз. Және де бір ас қасық шамасында томат пастасын салып араластырамыз. Салмасын қатты қуырудың қажеті жоқ. Осылай қуырылса жеткілікті. Ал енді қазанның астын ең төменгі градусқа қойып, бүкіл голубциларды салып шығамыз. Голубцилардың барлығын салып болған соң, голубциларды көнбейтіндей етіп, су құйып, қазанның бетін жауып, қайнағанша күтеміз. Сорпасы қайнап шыққан соң, қазанның астын орташа градусқа қойып, осылай бетіне аскөк сеуіп, қазанның бетін жауып, 1 сағатқа бұқтырып пісіреміз. Бізде 1 сағаттай уақыт өтті. Біздің тағамымыз бұқтырылып пісті.
Көріп тұрғандарыңыздай тамақтың суы азайған, тек түбінде ғана аздап бар. Біздің бүгінгі тағамымыз да дайын, ал енді тарелкаға салып отбасыңызды қуанту ғана қалды. Бүгінгі рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп, қоңыраушыны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де дәл осы видеоға лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып қалдырсаңыздар, қуанышты боламын. Менің каналымда басқа да ерекше тағамдардың рецептері бар, қарап көруге кеңес беремін. Достар, бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.